Құрметсіздер ме? Менің атым Адия. Бүгін мен сіздерге өз отбасым және отбасымдағы мамандықтар туралы айтып бергім келеді. Отбасы әр адам үшін ең қымбат, ең жақын орта, ал ата-анамыз бен ата-әжеміздің еңбегі біз үшін үлкен үлгі. Ең алдымен әкем туралы айтқым келеді. Менің әкем мұғалім болып істейді. Ол өз жұмысын жауапкершілікпен атқарады және бізге әрдайым қолдау көрсетеді. Анам мұғалім, анам өте мейірімді, еңбекқор адам. Ол үйіміздің берекесін кіргізіп, бізге әрқашан қамқор болады. Менің атам ардагер ұстаз. Ол бұрын еңбек пәнінен сабақ берген, көп жыл бойы шәкірт тәрбиелеп, елге білім берген. Еңбегі біз үшін үлкен мақтаныш. Ол бізге адалдықты, еңбекқорлықты және жауапкершілікті үйретеді. Сонымен қатар менің әпкем бар. Менің әпкем аудармашы. Ол жұмыста жақсы жетістіктерге жетіп жүр. Әпкем мен үшін үлгі болатын жан. Біздің отбасымызда әр адам өз мамандығын құрметтейді. Мен өз отбасымды мақтан тұтамын. Олардың еңбегі маған күш береді және болашаққа сенім ұялатады. Болашақта мен де мұғалім болғым келеді. Өйткені мен ата-анам мен атамнан еңбекқор болуды үйрендім. Назарларыңызға рахмет.